Армысың көрермен, Marvel студиясының жетекшісі Кевин Файги Диснейдің маңызды кино жаңалықтар блогынан басқа студияның болашақ жобаларымен таныстырды. Бұл кино әлемінің сюжетіне маңызды үлкен үлес қосады. Disney Plus стримингтік қызметіне арналған супер қаһармандар сериясы ресми мәлімет алып, өз қатарын едәуір кеңейтті. Осы жинақтағы барлық маңызды жаңалықтар туралы толықтырып кетеміз. It's time. Wanda, welcome home. Vision residents. I'm gonna burn this place to the ground. Ал егер анимациялық антологиясының трейлері жарияланды. Marvel киноларынан тыс әртүрлі сюжеттік желілерді зерттеп, осы аттас комик серияларына сүйене отырып, көрермендерге ал егер Картер Капитан Британияға, ал Капитан Америка зомбиге айналса, Ваканда королі T'Challa жұлдызды лорд болса қалай қарайсыз? Мисс Марвел жасөспірімдер туралы жобаның шығармашылық тобы қысқаша бейнероликпен бөлісті. Сонымен қатар бейнежазбада актриса Иман Валини басты рөлде ойнайтын дебюттік сериалынан бірнеше кадрлар бар. Пәкістандық американдық тектегі мұсылман жасөспірім қыз Камала Хан туралы айтылады. Татания Маслани Халк әйел сериалында басты рөлге ресми түрде бекітілді. Сериалда Марк Руффало Беннердің рөліне оралады. Естеріңізде болса, қайталанбас Халк фильміндегі Тим Роттың рөлінде Жексұрын деп аталатын Эмиль Блонский сериалға қайтып оралады. Шаң-Чи және Вон Сақина туралы аңыз 2021 жылдың 9 шілдесінде прокатқа шығады. Авторлар трейлерді көрсетуге дайын емес, бірақ актерлік құрамды ұсынды. Капитан Марвелдің жалғасын Ния да Коста түсіреді. Бри Ларсон басты рөлде сомдауды жалғастырады. Мисс Марвел рөлін Иман Валини, ал ересек Моника Рэмбо рөлін Теон Парри сомдайды. Капитан Марвел 2 премьерасы 2022 жылы 11 қарашада өтеді деп жоспарланған. Құмырсқа адам Квантумания деп аталатын фильмде Пол Рад, Евангелин Лилли, Майкл Дуглас және Мишель Пайфер өз рөлдеріне оралады. Бас кейіпкерлердің ересек қызы Кейси Лэнгтің рөлін Эбби Райдердің орнына келетін Кейтрин Ньютон сомдайды. Сондай-ақ фильмде Джонатан Мейджорс ойнаған Канг басты антагонист болады. Алдыңғы видеомызда айтқандай Тор махаббат және найзағай фильмінде Гор қасапшы құдай ретінде актерлік құрамына Кристиан Бейл қосылды. Марвел ғаламында патша болып қалатын Чедвик Боузманның қазасынан кейін Қарақабылан 2 сюжетінен алып тастау туралы шешім қабылдады. Marvel студиясының басшысы осылайша актердің еселігін құрметтейтінін айтты. Айсері, бұрынғы әскери Марк Спектр туралы жоба. Ол ежелгі Мысырдың ай құдайы Хоншудан супер қуаттарды жанына қабылдайды. Қауесеттерге сәйкес Оскар Айзек басты рөлді атқаруы мүмкін. Marvel студиясы Темір жүрек сериалын жариялады. Сюжет жасөспірім қыз Рири Уильямс туралы баяндайды. Ол Старктың технологиясын сатып алып, темір адамның костюмын өзіндік нұсқасын жасайды. Тони Старктың даусында сөйлейтін костюмге жасанды интеллект салынады. Кіші Роберт Дауни жобаға қатысуға келісімін бергенін атап өтті. Ол жасанды интеллектке дауыс береді. Соғыс сауыты Дон Чидл басты рөлінде полковник Джеймс Роудс соғыс машина сауытын киіп, Старктың дизайны жаман жігіттерден аулақ ұстауға тырысады. Кевин Файги галактика сақшылары үшін ерекше мереке жариялады. Мерзім бойынша оны Джеймс Ганн өзінің сценарийі бойынша түсіреді. Сериалдың премьерасы 2022 жылы болады. Одан бөлек галактика сақшылары 3-ші тарау фильмі қатар түсіріледі. Сонымен қатар Атом Грут деп аталатын балақай Грут туралы серия әзірлеуде. Көрермендердің сүйіктісі балақай Грут Disney Plus ерекше кейіпкер бейнелеген қысқа метражды фильмде ойнайтын болады. Скрулдар мен құпия соғыс жақындады. Marvel кинематографиялық әлемнің кеңеюі туралы хабарландырудың арасында ерекше уәделер бар. Атап айтқанда бізге құпия шабуыл бойынша серияны шығаруға уәде етілді. Сонымен қатар шоуда Сэмюэл Джексон Ник Фьюриді, ал Скрул командирі Талосты тағы да Бен Мендельсон ойнайды. Студия алдағы спектакльді эпикалық кроссовер ретінде есептейді. Сюжет азаматтық соғыстан кейін өрбиді. Тек алушылар екі жақтың қарсыласуымен бөлінген соң,
Арамза скрулдар жерді жаулап алу сәтін қолайлы деп тапты және басып кіруді жоспарлаған. Тіпті кегелушылардың қатарына кіріп үлгерді. Бұған дейін өрмекші адамның режиссері Джон Уотс фантастикалық төрттік фильміне қайта жүктеуге жұмыс жасайды. Жақында компания күтпеген жерден аңыздар телехикаясының шығу туралы жариялады. Көрсетілімде жанкүйерлердің жылдар бойы жақсы көретін кейіпкерлері қатысады және олардың ең көрнекті сәттері егжей-тегжейлі сипатталады. Сипаттамаға қарағанда біз Marvel кинематографиялық әлемін құру туралы баяндайтын деректі сериалдың түрін көреміз. Алғашқы 2 эпизодта Ванда мен Vision қосылады. 2018 жылдың қыркүйегінде Marvel студиясы кейіпкерлер туралы бірнеше мини-сериалдар, соның ішінде Локи туралы жобамен жұмыс істей бастады. 2019 жылдың қараша айында серия өзінің алғашқы даму сатысына кірді. Майкл Уолдорн 2019 жылдың ақпанында жобаның шоу жүргізушісі болып тағайындалды. Кит Херон тамыз айының соңында режиссер болды. Түсірілім 2020 жылдың қаңтарында басталды. Локи 6 сериядан тұрады және 2021 жылдың мамырында Disney Plus платформасында эфирге шығады. Сюжеттің басында Локи кегелушылар ойынның соңы фильміндегі Тессарактпен бірге қашып кетті. Локи уақытында көп қырлы әлемге саяхатқа шығады деп күтілуде. Трейлерге қарағанда Локи әртүрлі дәуірдегі жауынгерлер командасын жинауға уақыт алады. Локи TVA сотының алдына шығып, ол ұйыммен бірге кейбір уақытша миссияларға қатысуға мәжбүр етуі мүмкін. Трейлерде не байқадық? Трейлерде біз қысқа шашты және қара костюм киген қызды көреміз. Бұл жұмбақ әйел қара жесірге өте ұқсас. Егерде мұқият қарасақ, бұл әйел шынымен София Ди Мартионың кейіпкері болып шығады. Ол Локидің әйел нұсқасын, не болмаса зұлым әйел, сиқыршы немесе Амора кейіпкерін бейнелейтін болады. Marvel жасырып келген зұлым Мефисто трейлерде байқалды. Кадрға жасылап мән берсек, терезеден түскен сәуледе Әзәзіл жалмен қоршалған тақта отырып, ұзын жасыл шапандармен бейнеленген. Ұшақтан секіріп бара жатқан Локи кімді меңзеп тұр? Дэн Купер 1971 жылы 24 қарашада Портленд-Сиэтл бағытында Northwest Orient Airlines авиакомпаниясының Boeing 727-51 ұшағын айдап әкеткен американдық қылмыскерге сілтеме жасалған. $200 000 тонағаннан кейін айдап әкетуші жолаушыларды босатып, ұшақтарды ұшуға мәжбүр етті. Және Портлендтен солтүстік шығыста 50 шақырым жерде парашютпен секіріп, жоғалып кеткен. Come on. What did you expect? Кегелушылар сериясы WandaVision көрермендерге Disney Plus арқылы беріледі. Басты рөлдерде Пол Беттани мен Элизабет Олсен ойнайды. Marvel киноәлемінде 4-ші шеңберіндегі алғашқы жоба отбасылық өмір туралы әңгімелейтін Ванда мен Vision сериясы жарық көреді. Осыған орай авторлар жобаның 2-ші ресми трейлерін жариялады. Сюжет бойынша кегелушылар шексіздік соғысы фильмінде қайтыс болған Vision қалай болғанда да тіріледі. Сериалда өзінің сүйіктісі Вандамен қайта қауышады. Сөйтіп олар үйленеді. 2 ұлды болып, қалыпты өмір сүреді. Шын мәнінде ерлі зайыптылар бұрын соңды болмаған белгісіз күш оларды жылған жылға ауыстырып тастайды. Бұның бәрі өткен жылдардағы жағдайды еске түсіреді. Постерден байқағанымыздай 1950 жылдардан бастап 1999 жылдарға дейін созылады. Ванда Максимов құрған қияли әлемінде болып жатқан оқиғалар арасындағы байланысты көрсететін маңызды көрініс болады. Бұл эпизодта Моника Рэмбо Ванданың энергиясымен құралған шындықтың бұрмаланған бейнесі көрінеді. Дәл осы бейне кейіпкердің ретро теледидарлық өмірінің қайнар көзі болып табылады. Бұл құбылыс Sword немесе қылыш деп аталатын ұйымның пайда болуына себеп болады. Бір қызығы X адамдар фильмдеріндегі Снап деген атпен танымал мутанттың рөлін сомдаған Эван Питерс сериалға енді. Marvel киноәлемінде өмір баяны сәл өзгешеленген бұл батыр Соковияның тумасы және Ванданың бауыры Альтрон дәуірінде ерлікпен қаза тапты. Оны Аарон Тейлор Джонсон сомдады. Тиісінше жаңа серияда Эван Питерспен бірге оралады деген сыбыстар бар. Бірақ басқа нұсқаларда Эван әсіресе антагонистке ұсынылған. Осы жылы Marvel жобаларының көптен күткен сериалдардың бірі Сұңқар және Қысқы сарбаз. Сериалда кегелушылардың оқиғаларынан кейін екі батырдың саяхаты көрсетіледі. Сериалда өте үлкен үміт бар.
Өйткені бұл Disney Plus соққан алғашқы Marvel жобасы. Кек алушылар ойының соңғы фильмде Стив Роджерс өз қалқанын Сэмге тапсырды. Алайда Энтони Маккидің кейіпкері жаңа Капитан Америка бола алмайды. Актердің өзі айтқандай, сұңқар болып қала береді. ақш үкіметі елдің қорғанысы Marvel комикстарында ақш агенті Джон Уолкерге сеніп тапсырады. Кейіпкерді Уайт Рассел сомдайды. Түсірілім алаңындағы кейбір бейнелерге қарағанда Джон Стивке мүлдем ұқсамайды. Супер қаһарман жаулармен қатал әрекет етіп, қалқанды өте қатты қолданады. Marvel комикстарында Джон Уолкерді Таскмастер жаттықтырды. Таски Marvel кино әлемінде дебюттік рөл Скарлетт Йохансонның қатысуымен қара жесірде бастайды. Мүмкін эпизодта немесе зұлым адам туралы еске алуын күтетін шығармыз. Сонымен Сэм мен Бакидің басты мақсаты Стивтің мұрасын жалғастыру. Трейлерге қарасақ, оларды әлемнің әртүрлі елінен көре аламыз. Тіпті шоуда Marvel комикстарында X адамдар тарихында маңызды рөл атқаратын Мадрипур атты ойдан шығарылған аралды байқауға болады. Оған қоса Баки Барон Гельмут Земомен кездеседі. Өткенге көз жүгіртсек, алғашқы кек алушы қарсы тұру фильміндегі Барон Земо каноникалық түрде пайда болады. Оның бетпердесі, костюмы комикстердегі киімге өте ұқсас болады. Трейлердегі кадрдан байқағанымыздай, Земо Соковияда қаза тапқан жанұясын еске алуда. Қалай болғанда да Сэм мен Бакидің көптеген жауы болады. Трейлерде Сэм мен арпалысып жатқан Флаг Смешерді байқадық. Шын мәнде қанға ұқсас қолдың бейнесі бар бетперденің арғы жағында жалғыз жауыз емес, бүкіл Стивке қарсы террористік топ болады. Трейлерге сәйкес біз Гельмут Земо Сэм мен Бакиге осы проблемамен күресуге көмектеседі деп қорытынды жасауға болады. Мына кадрда қарақшылық шабуыл кезінде қаскөйлердің ортасында Флаг Смешер мен ақш агентін көре аламыз. Комикстерде бұл жағдай болған. ақш агенті мұндай шабуылдарды оларды алдын алу үшін ұйымдастырған. Сондықтан ақш агенті басты қарсыластың бірі болады. Сұңқар және Қысқы сарбаз фильмінің бірінші маусымы 6 сериядан тұрады. Екінші маусымның шығу мүмкіндігі бар. Бірақ сюжеттегі кейбір оқиғаларға байланысты оның атауы басқа болады. Қыран көз. Marvel кино әлемінде Клинт Бартон жеке киноны алмаған жалғыз кек алушы. Бірақ Marvel жанкүйерлері сериалдағы сатақшы туралы әңгімені жақынырақ көреді. Әрине, толық метражды фильмнен көрі көп сағаттық шытырман оқиғаларды көрген дұрыс. Сериалдың оқиғасы кек алушылар ойының соңынан кейін шамамен 2025 жылы орын алады. Қыран көз сериалында Кейт Бишоп, яғни Хейли Штанфилд, ерекше рөл атқарады. Бай отбасынан шыққан қыз Клинттің шәкірті болады. Сондықтан Клинттің орнына жаңа қыран көз келеді. Сериалда кейіпкердің анасы Эленора Бишоптың рөл Вера Фармига сомдайды. Флоренс Пью қара жесірдегі Элена Белваның рөліне оралады. Сондықтан ол Наташа Романов қайтыс болғаннан кейін қара жесірдің орнын басады. Сонымен қатар жақында Клинттің балалары Купер, Лайла және Натаниэл түсірілім алаңына қайта шықты.